Неге сені сағынам, көрмеген бір жан сендей, әлде өзіңді танығанмын, мына өмірге келме. Кетпеші енді жалынамын, сезем жанында жылу барын. Байқатпай жүріп неге сезімімді ұрладым. Өмірім менің өмірім, гүлденеді болса менде көңілім. Өмірім менің өмірім, кел жаным ғарышқа, ұшайық бірге, қолымнан ұстап. Кел жаным алысқа, кетеміз енді, қолымнан ұстап. Кел жаным ғарышқа, ұшайық бірге, қолымнан ұстап. Кел жаным алысқа, кетеміз енді, қолымнан ұстап. Балалар, тұрыңдар. Жанар, сен костюм шалбарды химчискадан алдың ба? Әлде тағы осылай барам ба? Ой, бұл кеше үлгермедім. Бүгін алам. Ермек, Бекошты логопедке апарасың ба? Сен ұмытпа, бүгін кешке анау Бауыржан мен Динараның үйіне баруымыз керек. Жоқ, ұмытқан жоқпын. Соған салонға барып прическа жасатайын деп едім. Өтінем апаршы. Уақытым жоқ бүгін. Мөлдір, дастарханың басына телефон ұстама деп қаншама рет айттым. Жарайды, мен кеттім. Фу, мам. Берік білденнен бүтілген сияқты. Ой, Ой, жазбай. Бекош, жүр.
Тамақтардың тез ішіңдер. Серік, сенің ұятың жоқ екен. Таң атпастан бөтен әйелдің үйіне келіп ап, шай сұрап отырсың. Қайдағы бөтен әйел? Болды ғой сен мен әйелім боласың. Армандапсың. Жасың болса 40-қа келді. Әлі күнге дейін жас жігіттермен сыр ашып жүрсің. Мен сен туған күніңді атап өттің ғой? Менің туған күнім бүгін. Ал сен болсаң, менің туған күнімді 2 күн бұрын тойлауды бастап кеттің. Апа, ұса бермесін деп айтыңызшы. Менен артық саған кім керек? 5 бием бар. 2 тракторым бар. Машинам бар, 3 арбам бар, 2 итім бар. Сосын Меркебай деген мысығым бар. Сен маған күйеуге шықсаң болды ғой? Сыранда, пырамда ұмытам. Серік, сенің 5 биең, мысығың, итің маған керек жоқ. Маған ақылды, арқа сүйер азамат керек. Ажар, осы сен торт пісіріп, неге салпаң етіп жүрсің? Не бопты? Ажар, сен маған тұрмысқа шық. Мен бір тракторым сатам да, саған жанды пекарня ашып берем. Сосын оны жұмыссыз жүрген ауылда қатындар жинап аласың да, соларға пісіртесің. А екінші тракторды арендаға береміз. Сосын екеуміз аяқты аспанға лақтырып қойып, турецкий сериал көріп жатамыз. Апа, қалай, Жақсы екен. Сен бәрін ойластырып қойыпсың, түріңе қарамай. Түрме не болды? Ау, тракторшының махаббат деген кино бар ғой? Соған мені басты рөлге шақырған. Мен ғой бармай қойған. Сосын амалдың жоғынан берік айтжанып қалды ғой. Серік, сен қайда? Берік Айтжанов қайда? Балам, шайыңды іш. Қазір дүкенге барамыз, тортқа керекті заттарды сатып аламыз. Ал кешке класстастарым келеді. Қош. Ал саған есік жабық. Естідің ба? Қош, Ажар. Қолымызда тәтті аттым мен, серуенге түн қалматтым мен. Сен салған әнді ұнаттым мен, сенің салған әнді мен. Қолымызда тәтті аттым мен, серуенге түн қалматтым мен. Сен салған әнді ұнаттым мен, сенің салған әнді мен. Музыканың дауысын басасыз ба? Балалармен сөйлесіп алайыншы, енді тыныштаныңдаршы. Алло, Жанна, сәлем. Я, мен жолдамын. Бұйырса бір жарты сағатта болам. Енді ренжімеші, солай болып қалды. Жарайды енді онда, ары кетсе бір 15 минут. А? Жақсы, аха. Рахмет, жарайды. Осы өзіме ешқашан уақыт жетпейді. Уайымдамаңыз, үлгересіз. Мам, Серік аға сізге не үшін келе береді? Енді ол біздің көршіміз, шай ішіп кетеді. Басы бос, қолы бос. Сен оның айтқан сөздеріне мән берме, ол қалжыңдайды. Мен сізді ешкімге бермеймін. Өзім бағамын, өзім. Жаным менің. Ой, мама, қойыңызшы деп. Қазір бір көріп қояды. Көре берсін. Девушка, excuse me. А? Вы не подскажете, как проехать к дому Ажар? Ажар, да? Это дорога есть, да? Сейчас это прямо. Подожди, это какой Ажар нужен? Я тоже Ажар же. Дико! Сен мені танымай қалдың ба? Танымай қалдым. Құлпырып кетіпсің, тура бар ғой. И вообще-то Дикош емес, Диляра. Ауылда не істеп жүрсің? Қалай не істеп жүрсің? Саған келдім. Енді сен сияқты әйелдер қалада деген дефицит қой. Сен давай сөзді қой да, машинаға отыр давай. Кстати, сен балаң ба? Иә? Аты кім еді? Дәкма? Жолама? Әсет менің атым. Әсет. Мен Дилярамын. Мектепте оқисың ба?
Тәте, мен 9-дамын. Вообще-то мен тәте емеспін. Дикош, сен ауылға жай келдің ба? Сені туған күніңе құттықтауға келдім ғой. Сондайды сұрақ бола ма? И вообще мен класстастарым сағындым. Біреу бар ма ауылда? И бір-екі қыз күйеулерімен. Қойшы олар, сен үйге бара беріп, қазір біз келеміз. Ай, Ажар, красоткасың ғой. Қазір келеміз. Кешір. Ой, ұйықта кетіппін ғой, Жанна. Түнде ұйықтамайсың ба? Айына жылына бір рет келесің. Келе салып ұйықтайсың. Бүгінде шашқана жасатасың ба? Ана тырнағын күтім көрмегелі қанша болды? Осының өзіне әрең жеттім ғой, Жанна. Кейін жасатарым тырнағымды, я? Енді күтуші ма біреуді алсайшы, өлесің ғой 4 баламен, еще енең бар. Байың бай, күтушіге ақша тауып бере алатын шығар. Ермек алғызбайды ғой маған, няняны. Үйде отырып не істейсің дейді. Жанна, тездетесің бе маған кету керек, а? Сәл қалды, күте тұр. Мынаны алдым. Жүр балам. Ажар, соңғы сөзіңді айт. Қаладан ауылға мощный қыз кетті. Сен көнбесең, оған барып сөз салам. Салсай барып. Бірақ байқа, ана каблугмен маңдайыңның теуіп, таңдайыңды түсірмейсің. Ажар, не болды саған? Қызғанып тұрсың ба? Ha? Отырсай, апарып тастайын ғой. Ойлан! Кеттік па? Иә, кеттік. Тимур, қайда бара жатырсыз? Машина мына жақта ғой. Жүріңіз. Содан кейін барып анау итальянский мебель келеді. Ана жақты босатып қойыңдар, жарай ма? Әрине. Иә? Жарай бар, жұмыс істейміз. Кенжебек! Жүрейші. Қалайсыңдар? Жанар қалай? Жақсы. Неге шақырғанды білетін шығарсың? Білем, бірақ бірден айтайшы. Мен жас бала емеспін сендерге. Білесің, сөз көтере алмаймын. Одан да бірден шығып кет салайын жұмыстан. Кенжебек, осы сенің басың істемеді деймін, ә? Не деп отырсың? Сен не айтып отырсың? Білдей бір компанияның бастығысың. Хотя бы зам қып қойсаң болады ғой. Бір болмайтын жұмыс бердіңдер, соны қайта міндет қыласыңдар. Бәрден айтса болды, жұмыс бердік. Керек емес істемей қойдым мына. Шаң-шаң болып жүретін жұмыстарын. Бронхит болып өліп қалсақ та. Менің саған дайын тұрған крестом жоқ. Ақша керек па? Барда жұмысын істе. Керек жоқ па? Шешенің қолына барда ақшасын сорып жат. Ана әпкеңнен де ақша дәметпе. Заттарың жинады. Кеш, мына жерінде тұрсың. Сен де уже мен мына жеріндесің. Жезде. Рахмет жұмысыңа да, басқаңа да. Тупой, пошел вон! Ишь ты какой, пошел вон! Мұналың таза жынды ғой? Мен саған бағана айттым ғой, абайла деп. Ажар, маған керек сен ғана ғой. Мен жай амандасайын десем, анауың айғайлап, қуады екен ғанауың. Солай ма? Ана, бес биеңді айттың ба? Мысығыңды да қос айтпадың ба?
Меркебайды ма? Енді. Ол Меркебайдың бұған қатысы қанша? Ажар, Не болды? не ғой? Сен қызғансың деп істедің ғой? Келісіміңді берсең, бақыт етем. Бар арманыңды орындаймын, Ажар. Серік. Саған бір өтінішім бар. Бүгін кешке келме. Класстастарымызбен өзіміз болып отырамыз. Ұстың ба? Танимын ғой класстастарыңды. Өзіміздің жігіттер ғой. Болып бар. Торт жасауым керек тағы. Жанар! Жанар! Ау, О, не? енді өзің ғой отбасылық отырыс болады деген. Химческадан костюмді алдың ба? Иә? Соны берші. Киінбейсің бен? Мен Бекоспен сезімді жуындырдым. Оларды киіндіріп алайын, жарай ма? Деп балаларды апармай қойсақ болмай ма? Енді апамдың аяғы ауырып жүр ғой. Мазасын алады. Онда сен шұғырма. Жақсы қазір. Ажар. Сенің өз қалаға көшпейсің? Кім мені о жақта күтіп отыр? Үй жоқ, күй жоқ. Мені біреу күтіп алды ма? Қараш маған. Көлігім бар. Үйім бар. Сүйікті жарым бар. Сен қалаға келсең, қазір білесің бе, неше түрлі бағдарламамен пәтер алуға болады. Мысалы, бақытты отбасы дейді, көп. Сен айтпақшы күйеуге тидің ба? Иә. Сен торт пісіріп қанша табасың? Ішкен жегенімізге жетеді, шүкір. Ішкен жегеніне жетеді. Сен мектепті қалай оқыдың айтшы? Сенің армандарың басқа еді ғой, есіңде ме? Қазір арманың не ал? Арманым? Иә? Арманым көп менің. Енді басты арманым әсетімді жеткізсем жақсы болатын еді. Торт пісіріп па? Ешқашанда сен торт пісіріп, оны жеткізе алмайсың. Сен көзіңді ашып жұмғанша балаң өсиетте кетеді. Сен осы бастан қамдануың керек. Сен пысықсың ғой. Сен орның мына ауыл емес. Саған қалаға бару керек. Рас айтам. Әп-әдемі келіншексің. Қойш. Қалада жүріп бар ғой, кез келген жігітті маңдайынан шертіп жүріп таңдап аласың. Даларда жатқан қандай күйеу ола? Айтпақшы, мен сенің қазыбегіңді көрдім паркте. Үйленген ба не? Қасында бір әйел болды, 2 бала болды. Айтпашы оны. Үйленсе үйленген шығар. 10 жыл өтті ғой. Сол сенің бүкіл өміріңнің быт-шытын шығарған. Сол үшін де барған жоқсың ғой қалаға оқуға. Енді қазір жүрсің, не оқу жоқ, не тоқу жоқ. Торт пісіріп. Сен баласы туралы айттың болған? Жоқ, айтпадым. Жарайды, болды, қазір қонақтар келеді. Көлігім қалай? Керемет. Жанар, болыңда шұбырмай. Ой. Иә. Осы көліктен басқа сенде көлік жоқ па не? Ертең ана жұрт ермек әйеліне киім әпермейді деп айтады ғой? Енді дайын болған осы болды. Шын айтам, киім дайындауға уақытым болған жоқ. Қалай уақытым болған жоқ? Не істедің күні бойы? Қалай не істедім? Жарайды қазір. Жарайды. Жанар, қош, қаламыз отыр. Сезіп, Бекосқа қара жарай ма? Осы жерде болыңдар. Сәлеметсіз бе, Баржан? Рахмет. Несі болды, мама?
Sağ ol. Жанара, көргеніңе қуаныштымын. Мен де сондай қуаныштымын сен үшін. Динара жаным сол, сенде әрқашан осындай той болсын, бәрі жақсы болсын. Кәсібін алға баса берсін. Рахмет, Жанара. Жанара, сен мүлдем көрінбей кеттің ғой, бәрі дұрыс па өзі? Жақсы, рахмет. Жақсы. Жақсы, жүрме сен жаңа әріптестермен таныстырайын. Аха. Қыздар, танысып қойыңыздар, бұл Бауыржан екеуміздің досымыз Жанара. Бота, Анеля. Жанара, өте қуаныштымын. Анель. Жанара, өте қуаныштымын. Айтпақшы, қыздар, Save the Date'қа жаңа дизайн керек. Дизайнерім Баути. Мен саған Find Arts'ыңге түсіретін фотограф тауып берем. Шик болады. Ближайший заказ қашан? Стилист таңдадың ба? Рустик бар. Ой, without fantasy. Жаным сол, рахмет. Қыздар, жігіттер, ет піскенше билей тұрамыз. Сен не біреудің қатымен жалғыз билеп тұрсың? Кімнің қатын? Сен? Менің қатым. Алло, жібере талғат. Жібер деме. Мынауың ішіп алған ғой? Сен басың қақпайды бар ғой? Мен саған айттым ғой, бүгін келме деп. Ажар. Не? Жіберіңдерші, жіберші. Все нормально, жіберші. Ажар, мен саған арнайы келіп тұрмын. Ажар, менің қатын былай жарым болшы. Достар. Динара, сен керемет адамсың. Сенен әйелдер тұрмақ, еркектердің өзі үлгі алу керек. Бизнес, отбасы. Қатар алып келе жатсың ғой бірге бәрі. Соған қарамастан, қыздайсың. Бұл туа біткен талант. Меніңше, әйелдер екіге бөлінеді. Біреулер бала табады да, соның күйкі тірлігімен үйден шыға алмай қалады. Ал екіншісі, ол сен, Динара. Сен қазіргі заманның әйелдерінің заманауи эталонысың. Саусағының ұшы тиген жердің бәрін гүл қыласың ғой. Көп мақтай берме. Динараның басы бос емес. Туғаның құтты болсын. Күні бойы жасаған тортымыз зая кетпесін, жеңдер. Асқар, же. Өте дәмді болған. Шерік, мен бүгінгідей предложение өмірімде бірінші рет көрдім. Сен вообще бар ғой? Жоқ деген сөз түсінбейді екенсің бір. Сен араласпыш? Тимейді ол саған. Маған тимегенде кімге тиеді? Мен алмағанда кім алады оны прицебімен? Серік, кет бұл жерден. Кет дедім мен саған. Ажар, бәрібір менікі боласың. Дурак. Қой, біз де қайтайық. Тұр кеттік. Отырсаңдар шамал. Келейік деп ақыр қоймадым. Не болды біз?
Санта Барбара болдық қой дейін да. Көмек керек пе? Жоға, керек емес, мам. Неге жатпай жүрсіз? Қызым. Сен ана Серікке қатты ұрыспаш. Байғұс қайтсын енді отбасын құрғысы келеді. Басын ойға да, қырға да соғып. Жалғыз болу оңай дейсің бе? Ұрыспа, жарай ма? Жарайды. Гүлнаш апа, сен сонда ана Серікке оп-оңай қия салып тұрма? Да. Ну и что прицеп? Жұрттың қыздары деген 3 баламен күйеуге шығып жатыр ғой осы. Қойш. Қойш емес? Ажар, сен менің Алматыға жүрсеңші. Ты знаешь, там столько возможностей. Я. Мен Алматыға барам. Вот правильное решение. Кел жаным алысқа, кетеміз енді қолымнан ұстап. Жаным ғарышқа ұшайық бірге қолымнан ұстап. Кел жаным алысқа, кетеміз енді қолымнан ұстап. Кел жаным ғарышқа ұшайық бірге қолымнан ұстап. Кел жаным алысқа, кетеміз енді қолымнан ұстап.